Қайырлы күн барлықтарыңызға, менің есімім Хамид Фариза. Бүгін біз ұстазбен сұхбат шығарылымының алғашқы видеосын жарияламақшымыз. Бүгінгі сұхбатымыздың қонағы педагог-психолог Перизат апай. Қош келдіңіз, Перизат апай. Бүгінгі шығарылымға келіскеніңізге рахмет. Ендеше бастайық, иә? Жарайды, бастайық. Жақсы. Онда алғашқы сұрақ. Жалпы бұл психология мамандығын таңдауыңызға не түрткі болды? Фариза, өзің білесің, мен осы мектепте 30 жылдан бері қызмет етіп келемін. Бірақ мен бұның алдында орыс тілі және әдебиеттану мұғалім болғанмын. Мен өзімнің еңбек өтілім кезінде, жалпы еңбек жолының кезінде байқағаным, оқушылардың мінез құлқында бір кішкентай да болса өзгеріс бар сияқты да. Сонымен ойладым, мен осы салаға өтіп, осы мұғалімдердің, жалпы оқушылардың мінез құлқына, психологиясына, жан дүниесіне үңіліп көрсем ба деп ойладым бірінші кезде. Өзің білесің, ұстазы жақсының ұстанымы жақсы дейді. Жалпы негізі ата-ана, мұғалім, болашақ оқушылардың өсіп өндеуіне, олардың психологиясының, жалпы жан дүниесінің қалыптасуына үлкен әсер етеді. Менің бұл салаға өтуімнің бірден бір себебі оқушылардың, жаңағы осы мектеп қабырғасында жүрген әрбір азаматтың психологиясын, жалпы жан дүниесін зерттеп білу болды. Себебі менің оққаным, сәби кезден бастап адамның қарттық шағына дейін бұл адам өзін іздеумен келеді екен. Ол өзін жолын тапса, онда оған нағыз бақыт деген. Мен осыны ұқтым да, сондықтан да әрбір адамның, әрбір оқушының жан дүниесін дұрыс бағытқа қарап бақыттау менің ең басты мақсатым болды. Керемет жауап болды. Абай атамыздың өлелгенше өзіңмен алыс деген, және де бұл уақытта өзіңмен алысу кезінде де саған психологтың біраз әсері болатыны айдан анық. Шынында керемет жауап болды. Келесі сұрақ. Жалпы психолог ретінде сіз оқушылардың қаншалықты құпиясын сақтауды жөн көресіз? Бұл қаншалықты маңызды? Кез келген адамда жеке шекара болады. Егер біз жеке шекараны аттайтын болсақ, біз онда әрбір адамның жан дүниесіне қол сұққандай боламыз. Сондықтан да бұл өте үлкен маңызды жауапты істің бірі. Әрбір психолог алдына келген, кез келген консультация, яғни кеңес алуға келген адамның өзінің жаңағы мұң-мұқтажын айтуға, ішкі жан дүниесін ақтаруға келген адамның барлық құпиясын сақтауға міндетті. Мұнсыз педагог, психолог ешқашан жаңағы жеке құпияны сақтай алмайды. Ондай жағдайда клиент дейміз ғой, яғни алдына келген әрбір кеңес алушының, немесе жаңағы жан дүниесін ақтаруға келген әрбір азаматтың біз жеке құқығын таптаған болып саналамыз біріншіден. Одан кейін өзімізге деген олардың сенімін жоғалтамыз. Сондықтан да бұл құпиялықты сақтау өте маңызды істің бірі. Керемет, жауабыңызға рахмет. Енді кез келген мектепте болсын, жалпы өзіңізге оқушылардан да өзіңіз байқайсыз. Ұялшақ оқушылар болуы мүмкін. Солармен қалай жұмыс жасайсыз? Олардың мінезін ашу қиынға соғып жатады әдетте. Мен осы психология саласына, осы мамандыққа ауысқалы бері көп нәрсені байқадым. Әрбір жеке тұлға үлкен бір дастан десем болады. Себебі бастауыштан бастап, яғни кішкентай кезінен бастап олардың мінез құлқында көптеген өзгерістер болады. Біреулер агрессивті түрде келеді, біреулер жаңағы позитивті, өмірге көзқарасы керемет болып келеді, ал біреулер тартқыншақ, ұяң болып келеді. Бірақ олардың әрқайсысын, яғни осы психология саласында өтісіне лайықты әдістемелер бар,
тесттер бар, және көптеген жаңағы тренингтеріміз бар. Солардың арқасында жұптық, топтық жұмыстар жасау арқылы біз олардың әрқайсысының мінез құлқына үлкен мән береміз. Жаңа агрессивті балаларды қалыпты жағдайға түсіруге тырысамыз, ұялшақ балаларды ашуға тырысамыз. Яғни қазақта әдемі сөз бар ғой, кей балаға тәк-тәк керек, кей балаға жетек керек деп. Біз осы тәк-тәгін де жетегін де бірге алып жүреміз. Жақсы, жауабыңызға рахмет. Келесі сұрақ, енді сіз барлығына психолог болғандықтан сіздің алдыңызға түрлі сізге келіп жатады оқушылар, және де осы уақытқа дейін түсінгеніңіз бойынша жалпы бастауыш сынып, орта сынып, жоғары сынып, 3 сынып аралығында қандай айырмашылықтарды байқадыңыз? Бұл орта буын болсын, жаңағы кішкентай буын болсын, жасөспірімдік шақ болсын, олардың әрқайсының мінезі әртүрлі болады екен. Мен байқағаным. Кішкентай кезінде не көрсетсең, не айтсаң, соны қағып алып, саған айтып беріп тұрады. Ал орта буынға келгенде де сәл үлкендерге құлақ қоймау, тыңдағысы келмеу, сондай бір дәрежеде болады. Ал енді жоғары сыныпқа өткеннен кейін ол бала сенің ұрысқаныңды көтере алмайды, ескертулеріне дұрыс қабылдай алмайды. Себебі ол сенмен тең дәрежеде екені өзі оның ішкі дүниесі қарсы болады да, жан дүниесі қарсы болады. Осы жерде мен қазақтың бір әдемі сөзі есіме түседі да, балаңды 5-ке дейін патшадай сыйла дейді. 5-тен 15-ке дейін құлдай жұмса дейді. 15-тен ары қарай өзіңмен сырласыңдай сырлас дейді. Міне осы қазақ әрбір сөзін біліп айтқан ғой. Дәл осыны әрбір ата-ана, әрбір ұстаса осы қазақтың сөзін, онда бала тәрбиесінде жалғаспайды. Мен осыған көзім жетті. Сонда сіздің айтуыңызша, әр жас ерекшеліктеріне қарай баланы тәрбиелеу керек. Бұл өте маңызды. Өте маңызды, дұрыс айтасың. Кішкентай кезінде олар болса жаңағы қазақ айтқандай патшаңдай сыйлап, оның әрбір қасықтығына, әрбір еркелігіне шыдап, оларды айтады орыстар, почемучки деп. Міне сол сияқты неге деген сұрақты көп білгісі келеді. Себебі кішкентай баланың дүние танымы қалыптасып жатады. Мынау неге ондай, мынау неге мұндай деген сұрақтар көп қояды. Сол кезде ерінбей, біз қазақ шыдамсыздаумыз ғой, өзім де анамын. Кейде мектептен шаршап барған уақытта, әй қойшы, болмайтын сұрақ қоя бермейді. Біз үшін ол болмайтын сұрақ, бірақ ол бала үшін үлкен дүние таным. Ал сондай ата-аналарымыздың көпшілігі мен сияқты шығар, жаңағы шаршаған кезде қойшы, болмайтын нәрсені айта бермейді. Ал шын мәнісінде олардың әрбір сұрағына дұрыстап, кең көлемде толықтырып жауап берсең, ол баланың дүниетанымы өскен үстіне өседі да, мектеп табалдырығын аттаған кезде ол бала зерек, қабілетті, дарынды балалардың қатарында болады. Бұл жерде менің айтатыным, кішкентай кезінде тәрбиеленген бала, ол мектеп қабырғасына келгенде, жаңағыдай жақсы тәрбие көрген бала, ол міндетті түрде дарынды оқушылар қатарына қосылады. Ата-ананың рөлі жоғары. Балабақшаға барғанда тәрбиешілердің әрбір берген жаңағы тәрбиесі, білімі, оның барлығы баланың бойына жақсы сіңеді. Себебі ол жастағы балалар губка сияқты екен. Сіңіріп алады, не нәрсе болса сіңіріп алады. Кеше ғана мен бір Санжар фамилиясын тегі есімнен шығып тұр, Санжар деген бұл блогердің әңгімесін естідім. 12-13 жасқа дейін баланың бойына құйған құндылық, ол өмір бойы сол балаға азық болады екен. Ал одан кейін ол 13 жастан кейін арғарап, бала сол алған құндылығын арғарап дамытады екен. Сондықтан қазақ осы баланың бойындағы құндылыққа осы жастарда өте көп мән беру керек екен. Жауабыңызға рахмет.
Өте керемет түсіндіріп бердіңіз. Барлығына да түсінікті деп ойлаймын. Келесі сұрақ, баланың өзін өзі бағалауын қалай қалыптастыруға болады? Өте әдемі сұрақ, Фариза. Себебі өзімнен бастайыншы. Себебі мен өзім осы мектепте оқып жүрген кезде ұстаздарым әйтеуір жақсы оқиды, жаңағы барлық жұмыстарға жауаптылықпен қарайды деп қанша айтса да, мен өз-өзіне мүлдем бағаны төмен қоятынмын. Кейін өмірде үйрендім, адам ең бастысы өз-өзіне сенімді болса, міне бағалаудың жоғарылауы осыдан болады екен. Себебі сенімділік өмір бойы сені алға жетелейтін бір үлкен бір потенциалдың бірі болып табылады екен да, мен соны ұқтым. Енді бұл жерде мен осы өзін-өзі жоғары бағалаудың, өзіңді жоғары бағалаудың бір 4 жолын айтып кеткім келіп тұр. Ең бастысы позитивті болу керек әрқашан. Позитив бұл адамды алға жетелеуші бір жүйе десек те болады. Алға жетелейді ол әрқашан позитив. Одан кейін шаман келгенше есеппен емес, есепсіз жақсылық жасауға тырысу керек. Бұл жерде дін жолында да айтып кетеді ғой, егер сен сондай бір есеппен емес, өзің жан дүниеңмен жақсылық жасасаң, сені ол Алла тағала міндетті түрде ол үшін сыйлайды деп. Бұл енді діни тұрғыдан алғанда сондай болғанмен, өмірде шынында да әрбір жақсылық қайтарымы болады екен, әрбір жақсылықтың. Және тағы бір сенімділіктің бір жолы мен ойлаймын, айналаңдағы адамдардың негатив пікірлерін елемеу. Себебі, егер сен әр адамның сен туралы айтқан негативтерін елей берсең, алға қарап жүре алмайсың ешқашан, алға қарап баса алмайсың. Осы бір менің өзімнің түсінгенім өмірдегі. Сондықтан да әрқашан өзіне сенімді болу, бұл бірінші орында тұру керек. Сенімділікпен білім ал, ешқашан білім алудан жалықпау керек. Өмір бойы оқысаң, ешқандай да сені алға сүйрелейтін бір жүйе болмаса, артқа сүйрелмейді білім алу. Және мен тағы бір ұққаным, рухани бай адамдарменен көп әңгімелесіп тұру керек. Рухани бай адам сені міндетті түрде рухани байытады. Жауабыңызға рахмет. Өте керемет жауаптардың бірі болды. Келесі сұраққа тоқталсақ, келесі сұрақ бұл бізде ішкі әлемге байланысты. Кез келгенімізде өзімізде внутренний мир дейтін болады ғой. Кез келген шақта, ол есейген шақта біз байқаймыз. Өйткені артымызға қарасақ, бізде бала қалып кеткен өзіміздің ішкі әлеміміз болады. Жалпы бұл ішкі әлеммен сөйлесу, ішкі әлемдегі арпалыс дегенді қалай түсінесіз? Өте керемет сұрақ. Дұрыс айтасың. Жалпы негізі осы жерде бір атақты бір кино бар ғой, кинода бар «Менің атым Қожа» деген Бердібек Соқпақбаев атамыздың. Сонда қожаны барлығы негізі шын мәнісінде қожаны сен жаманға шығарады ғой, ал шын мәнісінде қожа жақсы бала. Сонда айран алдына барып алып сөйлеседі ғой, қожаны өзі тәрбиелеп атады ғой. Иә, өзін-өзі тәрбиелеп атады. Қожа, сен ондайсың, қожам. Иә, әрбір адамда жан дүниесі солай таласады. Мысалы, міне жаңағы сенімділік менің бойымда өз бағалауым нашар болды деп айттым ғой. Сонда ішкі жан дүнием бүйтеді ғой. Жан жағымдағы айналам, мұғалімдер, өзімнің студенттік кездегі болсын, оқушы, мектептегі уақытта болсын, жолдастарым, сенің бойыңда жаңағы дарындылық бар, сен жақсы оқисың, сен жақсысың, сен ондайсың десе, бірақ менің ішкі әлемім жоқ, сен ондай емессің деп тұрып қалатын еді ғой. Міне сондықтан да мен ойлаймын, менің өзімді өзім бағалауым содан төмен болды деп ойлаймын. Жаңағы алдыңғы сұрақпен байланыстырсақ, Фариза. Сондықтан әрбір адамның ішкі әлемі қанша артқа тартса да,
бірақ оған мойымау керек та, оны тыңдамау керек. Жоқ, мен ондай емеспін, мен мынандаймын, себебі айналам солай деп жатыр ғой мені деген сияқты ой болу керек. Ішкі әлем көбіне артқа қарап тартады екен. Мен соны білдім да. Жоқ, сен ондай емессің, сен ондайсың деп ол дұрыс баға бермейді екен. Ал сыртқы сенің айналаңдағы адамдар дұрыс баға береді. Ал бірақ кейде сыртқы адамдар саған негатив айтса, онда ішкі әлемің сені сүйрелеуі керек. Егер ішкі әлем сені сүйрелемесе, сыртқы әлемнен жаңағыдай сөздер естіп жатсаң, онда сен адам болып өсудің орнына керісінше өшіп қаласың. Сондықтан әрқашан тепе-теңдікті сақтап тұру керек деп ойлаймын. Ішкі әлем, егер сені сырт мақтаса, ішкі әлем жаңағыдай айтады, сен жоқ ондай емессің деп. Ал сыртқы әлем сені жамандайтын болса, онда сенің ішкі әлемің әрқашан саған позитив айтып тұру керек. Мен соны түсіндім. Керемет түсіндіріп бердіңіз. Жалпы осы бойынша өзіңізден тағы да ішкі әлем бойынша тағы бір сұрақ қойсам, өзіңізге есеп берген кезіңіз болды ма? Мысалы үшін бала Перизат апайға қарап ойланып, мүмкін. Мысалы өзінде сондай жағдай болады. Ашық әңгіме болсын енді, иә? Өзіңіз ойланып отырып, білесің бе, сен бала күнде мынандайды жақсы көруші едің ғой, мынандай көйлек киген едің ғой, білесің бе, сен бірақ бір қайдағы бір адамдардың пікіріне бола сен өзгеріп кеттің, өзің тастап жібердің деген сияқты. Ал сенің негізгі ішкі қалауың сенің мынандай ғой, бала Перизат апайдың сізге ескерткен кездері болды ма? Сондай сезім көргенсіз ба негізінде? Негізі бала Перизат апай маған дәл қазіргі уақытта, бала Перизат дәл қазіргі уақытта маған тек қолдау ғана көрсетеді. Біз ойлаймыз, мен өз басым бала кезінде өте көп кітап оқыдым да, өмірді кітаппен ұштастырып жібердім. Мен өмірімде соны ұқтым. Айналамдағы адамның барлығы кітаптағыдай әдемі сөйлейді, жаңағы қатыгез адамдар аз, барлығы өте жақсы. Мен сондай бала кезде сондай Перизат болдым да. Керек десең, жаңағы махаббаттың өзі мен үшін өте бір сондай бір сезім болса, кіршіксіз сезім болғанда бір нәрсе саусақ тиіп кетсе шып етіп сынып қалатындай сезімде болдым. Махаббатты мен солай сезімді, ал шын мәнісінде олай емес екен өмірде. Өмірде барлық керісінше қатал екен. Менің бала Перизат кезіндегі уақытым, бала Перизат кездегі уақыт кіршіксіз таза болды. Ал мен қалай үлкен жолға қадам бастым, мен өмірімде көптеген кедергілерге ұшырадым. Бірақ ол кедергінің барлығын сол бала Перизат кездегі кіршіксіз жан дүнием жеңіп шықты. Мен ешқашан 30 жыл болды осы мектепте істегенмен бір әріптеспенен әшірескен емеспін де, үлкен қатты сөзге келген емеспін. Себебі ондай жағдайда мені бала Перизат басып тұрады. Сенің бұның дұрыс емес, олардың деңгейіне түспе. Сен кітаппен өскен адамсың ғой, кітапта қалай көрдің өмірді, солай көр деп маған әрқашан жол сілтеп тұрады. Сондықтан да мен өмірде отбасымда да, балдарыма да, қыздарыма да қатты сөйлеген адам емеспін. Аузымнан бір, енді бұл жерде аса бір мақтанып кеткенде болмай, бір жаман сөз шыққан адам емес. Қанша балдарыма, қыздарыма ашуланып тұрайын, бірақ ешқашан мен қатты ұрысқан емеспін бала шағама. Сол бала Перизат менің негізі әлі сүйреліп келе жатыр. Әйтпесе мен мына өмірдің қаталдығını әлдеқашан жоқ болып кетер едім деп ойлаймын. Рахмет жауабыңызға, барлығы түсінікті болды. Өте керемет жауап. Келесі сұрақ, жалпы психолог болғанда сізге көптеген мәселелер көтеріліп жатады. Түрлі жағдайда болуы мүмкін. Оқушылардың өзіңіз айтып жатырсыз ғой, мінезін танып білмейсің, әртүрлі мінезде деп. Бірақ көбінесе басымдық қандай мәселелер бойынша келеді? Негізгі басымдық бұл жерде көп адам қазіргі қоғамға ілесе алмай жатыр ма,
менің алдымда енді осы уақытқа дейін үлкен кісілер де келді, яғни осы мектепте істеп жүрген кадрлар болсын, жалпы оқушылар болсын келді да, бірақ олардың көп айтатыны қиналамын дейді, өмір сүргім келмей кетеді кейде дейді. Бұл жерде енді мен айтып отырмын ғой, жаңағы сөзім ғой, енді адамдар қазір бір-біріне мейірімділік танытудың орнына, күнделікті жылы сөз айтып тұрудың орнына керісінше саған қаталдық танытады да, адам адамға қаталдық танытады да, одан кейін лаж болса олардың жанын ауыртатын сөздер айтқанға құмар. Мен соны ұқтым да. Саусағын шошайтып қойып, кішкентай бір міні болса, не болмаса кішкентай бір қате кеткен жерлері болса, соны айтуға тырысады да. Соныменен бұл енді оқушылардың арасында да бар. Фариза, сен де білесің. Сондықтан да көп адам маған осы қоғамның осындай қатыгездігін көтере алмай келеді. Мен ол адамдарды ойлаймын, мен сияқты кітаппен өскен адамдар. Өмір солай болады деп ұққан адамдарды, кітаптағыдай болады деп. Бірақ өмір ондай емес қой, ешқайсының басынан сыйпамайды ғой. Сондықтан қоғамда болып жатқан әрбір жағымсыз ахуалдың барлығын жеңіп шығуға біліммен қоса біз тәрбие беруіміз керек. Мен осыны ұқтым өмірде. Осы мақсатта көбірек келеді маған. Меніңше бұл жауабыңыз біраз сұрақтың жауабы болғандай. Енді ашық айта алмаймын ғой енді, Фариза. Негізі барлығы түсінікті болып отыр. Бұл сұрақтың өзінде жауабыңыз өте керемет. Келесі сізде ең соңғы сұрақ, шығаруымызда таяп қалыпты. Жалпы жас түлектер бар, психология мамандығын таңдап отырған. Сол болашақ психологтарға қандай кеңес бересіз? Бұл бағыттың қиыншылықтары да, қызығы да бірге жүретін болғандықтан, жалпы өзіңіздің өмірден алған сабағыңызды айтсаңыз. Жаңағы сөзді мен мынадан бастайыншы. Әрбір адам өзінің потенциалын білмейді деген ғой. Жаңағы ішкі әлем деген өзің айттың ғой, сол сияқты ішкі әлем тартып тұрады да. Бірден маған мынандай сұрақ қойды. Сіз бір аяқпенен қанша рет секіре аласыз деді. Не айттым? 1 секундта. Мен айттым 30 рет дедім да. Сөйтсем жаңағы секундамен қосса 1 секундта емес, 1 секундта мен 66-ма секірттім. Сонда бұл жерден шығатын қорытынды, біз ешқашан өзіміздің потенциалымызды білмейді екенбіз. Бұл жерден не айтқым келді? Әрбір оқушы психолог болуға лайықты. Психолог бола алады да, ол міндетті түрде оқу керек, немесе осы салаға басымен еніп кету керек деген сөз емес. Әрбір адам осы салада түсінігі болу керек, білімі болу керек. Себебі айттым ғой жаңа, біз нәресте болып туылып қатық шаққа барғанша біздің міндетті түрде дұрыс бағыт беріп тұратын осы психология саласы екен. Өзің білесің, өмірде өте көп нәрсе. Мысалы, біздің қазіргі жұмыс істеп жатқан дүниелеріміз бұл суицид. Суицид дегеніміз әрине бұл әрбір баланың жаңағы қапа болу, біреуге қапа болса да суицидке бара салады. Мысалы, қазіргі уақытта. Одан қала берді бізде буллинг, кибербуллинг, бұның барлығы өршіп тұрған уақыт. Осының барлығында психологиялық білімі, психологиядан түсінігі болса, дұрыс жолды таңдай біледі. Немесе кімге барып осы жолда айту керек екенін, ең құрғанда соны біліп тұрады. Міне, жалпы мен егер психологияны таңдап жатқан жаңағы келешек біздің жас түлектеріміз болса, оларға ойламастан осы қадамға барыңдар дер едім. Себебі мен осы психологияға ауысқанда өзімше осы аудан бойынша психологтардың оқуына бардым, бірінші рет ауысқан уақытта. Мен ана жерде өмірге риза, ешқандай да проблемасы, яғни мәселесі жоқ адамдарды көрдім ғой. Ал енді орыс тілінен сабақ беріп жүргенде барлығы
қапа, жаңағы ой ана балам білім сапасы мынандай болып жатыр, ана балам жаңағы бжб жасамайды, яғни орысшаға айтқанда сотшы жасамайды, сондай бір өмірдің бір проблемаларын айтып, сендерде қандай болып жатыр, семинарға барсақ та біздің әңгімеміз сол, ал ана жерде ондай кедергі жоқ. Мен айтар едім, мен осы жасыма келгенде өзімді өзім енді таптым деп айта алар едім, сенімді түрде. Себебі мен қазір 50-ге келдім, ал мен 30 жыл бойы 20 жасымда істедім ол мен жұмыс. 30 жыл бойы мен басқа салада келген екенмін. Міне кез келген шәкірт, кез келген жас түлек ойланбастан, егер жан дүниесі осы саланы қаласа ара берсін. Ол жерде әрине қиындықтар болады, кез келген жұмыстың қиындығы болады. Бірақ айтады ғой, мен егіз сіңірім бар, айтып кетейін, біреуі мұғалім, біреуі актриса. Сонда жаңағы актрисасы айтады дейді, екеуі жұмысқа кетіп жатыр ғой азанда. Сөйтсе актрисасы айтады, ой мен қазір жұмаққа барам, кешке дейін ағаға о біздің жұмысымыз депті да. Сөйтсе ана мұғалім, бастауыштың мұғалімі ғой сіңірім айтады дейді, мен дозаққа барам қазір деп. Сол ұқсап, бұл жерде адамның жан дүниесі нені қалады, соған бару керек. Дұрыс таңдалған мамандық, бұл сенің өмір бойы жұмыс істеп жүрмін демейсің. Мен өмір бойы өз хоббиіммен шұғылданбақпын деп ойлайсың. Осы соңғы айтқаныңызға негізі өзіңнің хоббиіңмен айналысқанда сенде ешқандай қиындық болмайды алдында. Барлығы оңай сияқты көрінеді, және де әр істеген жұмысынан ләззат аласың. Осымен бізде сұхбат аяқталды. Перизат апай, келесі кездескенше сау болыңыз. Сау бол, Фариза. Өзіңде жетістікке жете бер, Құдай қаласа, грант иегері бола бер. Саған тек соны ғана тілеймін. Сендей шәкіртіміз бар екеніне өзін мақтан тұтамын. Сізге де рахмет, тағы да сұхбатқа келіскеніңізге. Құрметті достар, осымен бізде шығарылым толықтай аяқталды. Бұйырса, осындай ұстазбен сұхбат шығарылымның екінші бөлімін көруге асығайық.